Ассалаумағалейкум. Менің тұрақты көрермендерімнің өтініші бойынша көптеген кісілер ұзатылар қызға тілек айтыңызшы деп салған екен. Негізі тілектер бар тұғын ұзатылар қызға тағы да айтып салыңызшы депті. Бір-екі нұсқасын. Сол кісілердің өтініші бойынша енді бір әйел заты мен жекеме шығыпты. Сол кісінің өтініші бойынша. Армысыздар тойға келген көпшілік. Қыз қонақ, қыз жат жұрттық деп қазақта бекер айтпаған. Бүгін өз әке-шешесінің төрінен ертеңгі өз отауының берекесі болғалы отыр. Қыз бала елдің аманаты деген. Бүгін біз аманатты тапсырып тұрмыз. Жат жұртқа бара жатырсың деп емес, өз бақытыңды табуға бара жатырсың деп ойлаймыз. Ақылың жолдасың, ибалылығың қорғаның болсын. Ақылыңмен сыйлы, мінезіңмен мықты бол. Бақытты келін, берекелі ана бол. Сабырмен сыпайылық келіннің ең асыл әшекейі деген қазақта. Барған жеріңде ибалы келін, сабырлы жар бола біл. Төріңнен береке, жүрегіңнен мейірім кетпесін. Барған жеріңде тастай батып судайсың. Осы той баршаңызға жұғысты болсын ағайын. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Деп тілек айтатын болсаңыз, сол жердегі жеңгелер жүгіріп келіп, сіздің иығыңызға орамал не бешпет жабуы әбден мүмкін. Яғни жақсы сөзге кез келген адамның жүрегі жылып, көңілі көтерілетіні ақиқат. Тойларыңыз құтты болсын, тойымыз көп болсын, қыздарыңыз бақытты болсын деп тілейміз.